Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз 5-ші сынып математикасының 780-ші есебін шығаратын боламыз. Бізде деген бұл жерде ең тиімді тәсілмен есеп теңдерделінген. Бірінші есепті қарасақ, бізде деген жақшаның ішінде 4 қосылған 1,8 қосылған 2,2 тұр. Ең тиімді тәсіл дегесін жерде біз жақшаны басқаша қоюымыз қажет болады. 1,8 бен 2,2 екі ондық бөлшекті қосып алсақ, бізде бір бүтін сан шығады. Сондықтан да осы екі санды біз жақшаға алуымыз қажет болады бірінші орындау үшін. Енді 1,8 бен 2,2-ні бағандап қосайық. 2,2-ге 1,8-ді қосамыз. Бүтін сандар бірінің астына бірін жазылады, бөлшек сандар бірінің астына бірін жазылады. Енді 2-ге 8 қосамыз, соңынан бастап есептесек, 10 болады, 0 жазамыз бір ойда, үтірін қоямыз да, 2-ге 1 қосамыз 3, ойдағымен 4 болады. Сонда бізде 4 бүтін шықты. Сонда шыққаны 4 қосылған 4 тең болады 8. Келесі бізде ондық бөлшектерді біріктіріп аламыз. 3,4-ті қосамыз депті, 5-ті бөлек қосамыз. Ең бірінші бізде 1,6 мен 3,4-ті қосып аламыз. 1,6 қосылған 3,4. Ол дегеніміз 4-ті 6-ға қоссақ 10, 0 жазамыз бір ойда, үтірін түсіреміз, 3-ге 1 қосамыз 4, ойдағымен 5 болады. Яғни бізде 5 қосылған 5. Сонда бізде жауабы 10 шығады. Келесі бізде 2 ондық бөлшекті бірге жақшаға алайық. Ол дегеніміз 2,41 мен 4,59-ды қосамыз. Және жақшаның сыртында қосылған 13 болады. Енді біз 2,41 мен 4,59-ды бағандап қосып аламыз. 2,41 қосылған 4,59. Бағандап қоссақ, 9-ға 1 қосамыз 10, 0 жазамыз бір ойда. 4-ті 5-ге қосамыз 9, ойдағымен 10, 0 жазамыз бір ойда. Үтірін қоямыз да, 2-ге 4 қосамыз 6, ойдағымен 7 болады. Сонда бізде 7 шығады, 7 қосылған 13. Бізде яғни жауабы 20-ға тең. Келесі екіншісін қарайық. Бізде бұл жерде балалар ондық бөлшектер берілген, екіншісінде. Ондық бөлшектер беріліп тұр. Біз үтірден кейінгі сандарды қараймыз. Қай санды біз қосқан кезде 10, 100 деген мәнді аламыз. Сол сандарды біз біріктіруіміз керек болады. Ең бірінші сол сандарды қосып алуымыз керек болады. Мысалы қарайық, 5 пен 7-ні қоссақ, бізде 12 шығып кетеді. Ал егер 5 пен 3-ті қосатын болсақ, бізде 8 шығып кетеді. Амында 7 мен 3-ті қоссақ, бізде 10 шығады. Демек, ендеше жазайық. 0,3 қосылған 1,7-ні жақшаға алайық, қосылған 2,5 деп жақшаның сыртына шығарайық. Сонда біз қазір 0,3 пен 1,7-ні бағандап қосып аламыз. 7 мен 3-ті қосамыз 10, 0 жазамыз бір ойда, үтірін қоямыз, 1-ге 0 қосамыз 1, ойдағымен 2 болады. Демек бізде 2 шықты. 2 қосылған 2,5. Бізде мұнда бүтін сандар қосылады. Яғни 2 мен 2 қосылады, 4,5 шығады сонда. Келесі қарайық, мұнда деген бізде 2 ондық бөлшекті қоссақ, соңын қарайық, 8 бен 2 тұр үтірден кейін. 8-ге 2 қоссақ 10 шығады, демек екеуін біз бірінші орындасақ, онда бізде есебіміз тез шығады. Бағандап қосайық тағы да. 3,8 қосылған 4,2. 8-ге 2 қосамыз 10, 0 жазамыз бір ойда. 3-ге 4 қосамыз 7, ойдағымен 8 болады. Демек бізде мұнда 8 бүтін шықты және қосылған 6. 8-ге 6 қосатын болсақ, 14 шығады. Келесі бізде қарайық, 2 бүтін ондық бөлшек бар екен. 25-ге үтірден кейінгі 75-ті қоссақ, бізде 100 шығады. Сондықтан да біз екеуін бірінші жақшаға алып орындап алуымыз қажет. 3,175 қосылған 8. Енді бағандап қосайық. 12,125 қосылған 3,175. Үтірлеріміз
бізде бірінің астына бірі тұру керек, және бүтін сандарымыз бірінің астына бірін тұруымыз керек. Енді соңынан бастап есептейік. 5-ке 5 қосамыз 10, 0 жазамыз 1 ойда. 2-ке 7 қосамыз 9, ойдағы мен 10, 0 жазамыз тағы 1 ойда. 2-ке 3 қосамыз 5, ойдағы 1 мен 6 болады. 1 қосам, 1-дің өзін түсіреміз, 0 қомында. 1-ге 0 қоссақ 1 шықты. Демек бізде 16 ғана шығады. 16 қосылған 8. Так, 16-ға 8 қосатын болсақ, бізде 24 болады. Келесі бізде үшіншісі. 2 ондық бөлшектерді қарайық. 8,3 пен 2,7. 3-ке 7 қоссақ 10 болады. Демек, екеуін бірінші қосып аламыз. Жақшаға алып қосып аламыз. Ауызша есептеп көрейік, оқушылар. 7-ге 3 қосамыз 10, 0 жазамыз 1 ойда, үтір қойық. Үтір 8-ге 2 қосамыз 10, ойдағы 1 мен 11 болады. Және қосылған бізде 8 болады. Енді бүтін сандарымыз бізде бар, 11 мен 8 бар. Соны қосып аламыз, 19 болады. Келесі 10,7 мен 1,7. Бізде 7 мен 8-ді қоссақ, жақшаның ішіндегі бізде деген 10, 100 шықпайды. Неше шығады? Бізде деген 15 шығады. Демек, бізде 8 бен 2-ні қоссақ, бізде 10 шығады. Демек, біз деген 10,2-ге 4,8-ді қосып алуымыз керек бірінші. Сосын 1,7-ні қосамыз. Ауызша есептейік. 2-ге 8 қосамыз 10, 0 жазамыз 1 ойда. Бізде үтір бар. 0-ге 4 қосамыз 4, ойдағы 1 мен 5. Және 1. 1-ге 0 қосамыз. 4-тің алдында бізде 0 бар ғой. 1 шығады. Қосылған 1,7. Қарайық, бізде 0 мен 7 қоссақ 7, үтір қоямыз. 5-ке 1 қоссақ 6, және 1, 16,7 шықты. Келесі, қарайық, 3 пен 7-ні қоссақ бізде 10 шығады. Демек, мына 2 ондық бөлшекті бірінші орындаймыз. 46,3-ке қосамыз 4,7-ні. Қосылған 18. Ауызша қосайық, оқушылар. 3-ке 7 қосамыз 10, 0 жазамыз 1 ойда, үтір қоямыз. 6-ға 4 қосамыз 10, ойда 1 бар ғой. 11 болады, 1 ойда қайтадан. Және 4-ке, 4-тің алдында 0-ді қосамыз. Сонда 4 болады, ойдағы мен 5 болады. Және қосылған 18 бар бізде. 18-дің артында да үтірден кейін 0 тұр. Сондықтан да 51-ге 18 қосамыз. 8-ге 1 қосамыз 9, 5-ке 1 қосамыз 6, демек 69 шығады.